Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін 3-ші тоқсанға арналған қорытынды бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Олай болса тапсырмаға көшейік. Көміртектің электрондық құрылысын, байланыс түрін және кристалдық торын анықтаңыз. Бізде көміртек 6-шы элемент. 1s2 2 2p2 ковалентті полярлы емес және оның кристалл торы атомдық, яғни Д жауабы дұрыс. Келесі тапсырма: оттектің тотығу дәрежелері қандай? Осы тотығу дәрежелеріне мысал келтіріңіз. Оттектің тотығу дәрежелері бізде жалпы мысалы көп жерде оттектің тотығу дәрежесі -2 болады. Әсіресе суда -2. -1 болады. Ол пероксидте H2O2 де -1 болады. Және натрий 2 O2 де -1 болады. Фтормен қосылыстарында +2 көрсетеді ол. О, фтор 2. Келесі, өзі тұрған кезде тотығу дәрежесі 0 болады. O2. Жалпы осы. -2, -1, +2 және 0. Келесі тапсырма: дұрыс тұжырымдамаларды белгілеңіз. Барлық галогендер газ күйінде болады. Жоқ, бұл қате. Хлор суда ериді. Дұрыс. Дұрыс. Фтор барлық элементтерден белсенді. Әрине, бұл ең күшті тотықтырғыш болып табылады. Йодтың молекуласы 2 атомнан тұрады. Дұрыс. Йод 2, себебі. Хлороформ хлороформда сутекті байланыс бар. Жоқ, ол қате. Сутекті байланыс байқалмайды ол жерде. Сонда дұрыс жауабы 2, 3 және 4. Келесі тапсырма: күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері берілген. Ромбылық, моноклинді, және пластикалық. Күкірттің ең тұрақты модификациясы. Ең тұрақты модификация ромбылық. Қалыпты жағдайда күкірттің барлық модификациялары түрленеді. Ромбылық. Күкіртке дейін. Келесі тапсырма: айналымды жүзеге асырыңыз. Натрий гидроксидінен тұз қышқылын қосу арқылы натрий хлориді және су алынады. Келесі, натрий хлоридінен натрий кесі 4 алу керек. H2 концентрлі түрін қолданайық. Натрий 2S4 қосылған H хлор. H хлордың алдына 2 қойылады. Келесі, натрий кесі 4-ке қосамыз барий гидроксиді. 2 натрий гидроксиді қосылған барий сульфаты тұнба. Келесі тапсырма: 250 грамм күміс нитратының термиялық ыдырау нәтижесінде күміс оксидінің массасын табыңыз. Егер шығым 80% болса.
Енді бұл жерде аргентум NO3-тен аргентум NO3 температурада 2 аргентум қосылған 2 NO2 газ және оттек газы бөлінеді. Енді заттардың молярлық массасын есептейік. М аргентум NO3 тең болады 108 қосу 14 қосу 48. 170 грамм моль болады. М аргентум тең 108 грамм бөлінген мольға тең. Енді біз пропорция құрамыз. Аргентум NO3-тің алдында екісі бар бізде. 2 көбейтілген 170 грамм аргентум NO3 ыдырағанда, мынаяқта бізде 2 көбейтілген 108 болады. Аргентум. Мұны көрдіңіздер ме, мына жерде күмістің нитраты, неде күміс. Енді мына жақта 250 грамм күміс нитраты берілген бізде. Мына жақта X. Осы жерден X тауып жіберейік. X-іміз тең болады 250 көбейтілген 216 бөлеміз 340-қа тең болады 15-те 158-де тең 158-де 9 грамм шығады. Енді бізге шығым табу керек. Яғни М шығымы болғандықтан тең масса теория көбейтеміз. 80% берілсе, онда 0,8-ге. Сонда тең болады 158-де 9 граммды көбейтеміз 0,8-ге. Сонда 127-де 0,7 грамм шығады. Түзілген заттың күмістің массасы 127-де 7 грамм. Келесі тапсырма. Азоттан азот қышқылын алу. Азоттан азот қышқылын алу. Бірінші сатысы N2-ге 3H2-ні қосамыз, сонда 2NH3 түзіледі. Екінші 4NH3 қосылған 5O2 тең болады 4NO қосылған 6H2O. Үшінші 2NO қосылған O2 тең болады 2NO2. Енді төртінші жолы осы 4NO2 қосу O2 қосу. Енді 2H2 қосамыз, суды береді 4HNO3-ті. Келесі тапсырма. Басқа қышқылдарға тән қасиет азот қышқылы. Азот қышқылына тән ол негіздік оксидтермен әрекеттесуі. Осы жауабы дұрыс. Негіздік оксидтермен әрекеттесуі. Фосфордың кез келген үш химиялық қасиетін жаз. Пайда болған қосылыстарды ата. Так, фосфорды бірінші. 2 фосфор қосылған 3 кальций тең болады кальций 3 P2. Кальций
фосфиді. Екінші П қосылған С. P2 S3 2 сульфид. Так, ары қарай үшінші фосфорды оттекпен әрекеттестіреміз. P2 O5 2 4 және 5 фосфор пентоксиді. Келесі тапсырма: минералды тыңайтқыштар қандай топтарға бөлінеді? Фосфор, калий және азотты. Мочевинадағы азоттың массалық үлесін анықта. Так, М үлкен М. Так, МР табайық. МР СО жашан ішінде NH2 екі еселенген 12 қосу 16 қосылған 28 так 14-28 мына жерде 4 тең болады 60. Ары қарай азоттың массалық үлесін табайық. Жалпы 28-ді бөлеміз 60-қа, көбейтеміз 100%-ға. Сонда бізде 46,7% шығады. Келесі тапсырма: белгілері қандай элементтің жетіспеушілігінен көрсететінін анықтаңыз. Қалқанша безінің дисфункциясы, метаболизмнің баяулауы. Бұл бізде иод элементінің жетіспеушілігінен. Неліктен Қазақстан тұрғындары ағзаларына бұл элементтің жетіспеушілігі жиі сезінді? Бұл жағдай қандай шаралар қолданылады? Негізі Қазақстанның көптеген аймақтары суда, топырақта, йодтың аз болуынан яғни эпидемиялық аймақтарға жатады. Келесі тапсырма: бұл жағдайда қандай шаралар қолданылады дейді. Яғни шаралар ас тұзын йодтау, теңіз балдырлары, балық тұтыну.